Сәлем достар, бізде бүгін ЭКГ сабақтарымыздың екінші бөлімі. Біз бірінші бөлімде не өттік? Бірінші бөлімде біз электрокардиограмманың қандай бөлшектері болады, яғни тісшелері болады, аралықтар болады. Одан бөлек жүректің өткізгіштігі жүйесін талдадық және физиологиясын талдадық. Оның сілтемесін бұрышқа қалдырып кететін боламын. Бүгінгі сабақта ЭКГ-ны талдаудың алгоритмін өтетін боламыз. Ең бірінші қандай отведениелер бар екенін білейік. Жалпы үш түрлі стандартный отведениелер болады. Бірінші, екінші және үшінші. Одан бөлек қандай отведениелер болады? Күшейтілген, яғни күшейткіш отведениелер болады. Олар АВР, АВЛ және АВФ. Мұны бізде белгіленген ЭКГ-да. Және кеуделік отведениелер болады. Олар В1, В2, В3, В4, В5, В6. Осы 12 отведениені жаттап алсаңыздар жеткілікті. Екінші отведениеге қарай отырып, жалпы ЭКГ-ға баға береміз. Мына жерде біз сіздерге әдейі қысқартылған ЭКГ-ны бердім, яғни ұзын қағаздың бізге қажет жоқ. Ең маңызды жерлерін ғана мен қысқартып алдым. Әрине аритмия болған кезде біз толық ЭКГ қағазды ашуымыз керек болады, немесе судорожный мониторинг жасау керек болады. Біз ЭКГ-ның жүйесін құрастыруға көрсетсек болады. Ритмге баға береміз. Синусты ритм. Екінші отведениеге қараймыз. Синусты ритм дегеніміз әрбір QRS комплекстің алдында, пи тісшелері болады. Пи тісшелері QRS комплекстің алдында болатын болса, бұл бізде синусты ритм. Екінші нәрсе, ол ритмнің дұрыстығы, бізде ритм правильный нақты. Яғни дұрыс ритм. Дұрыс ритмді қалай білеміз? Сол секілді екінші отведениеге мән береміз. R тісшелері тұр нақтаймыз, яғни P, QRS. Сол секілді R тісшелерге қараймыз. Міне тұр бізде, мынау тұр. Енді осы R тісшелерінің арасын қараймыз. Мына жерде бізде әрбір R тісшелерінің аралықтары бірдей. Соны байқауымызға болады. Бұл ЭКГ бізде дұрыс ритмді. Үшіншісі, электрическая ось сердца. Ол дегеніміз не? Жүректің электрлік осі үш бағытқа бағытталуы мүмкін. Мына суретке қарасақ, жүректің электрлік осінің үш түрлі орналасуы бар. Ол нормограмма, правограмма немесе левограмма. Жүректің электрлік осін анықтаймыз. Мысалы ретінде, екінші отведениеде ең биік R тісшесі болса, бұл бізде нормограмма. Егер де дәл сол секілді ең биік R тісшесі үшінші отведениеде болатын болса, ол правограммаға жатады. Дәл сол секілді, бірақ бірінші отведениеде R тісшесі ең биік болатын болса, салыстырмалы түрде, ол левограмма болады. Бізде көбінесе кездесетін ол левограмма мен нормограмма. Кейбір жағдайларда T тісшелері норманы білдіреді. Ол науқастан анамнез жинау барысында біле аламыз. Яғни ол науқас екі қабат болса, немесе жас бала болса, бұны біз норма ретінде қарастырсақ болады. Мына жерде науқастың кішігірім анамнезі берілген. Яғни данное ЭКГ было записано у 60-летнего мужчины без каких-либо жалоб, который хотел получить лицензию пилота частного самолета. Смогли бы вы убедить членов оперативной комиссии, что это ЭКГ нормальное? Енді біз осылай талдау арқылы науқастың ЭКГ-сын норма деп қарастыра аламыз. Ең бірінші синусты ритм, дұрыс ритм, яғни R тісшелерінің қашықтығы. Одан кейін не жазамыз? Левограмма немесе правограмма болады. Соны белгілеуіміз керек. Одан кейін жалпы ЭКГ-ға қараған кезде осындай патологиялық қу тісшелері болса, немесе Т тісшелері төмен қараса, соларды біз ЭКГ-ның қорытындысына жазып кетуіміз керек. Осы бізде ЭКГ-ның қорытындысы. Электрокардиограммада переходная зона деген ұғым бар. Ол дегеніміз жерде Q болады, R және S. Яғни R тісшесі мен S тісшесінің теңесуін біз переходная зона деп айтамыз. Бұл нормада V3 және V4-ке сәйкес келеді. Енді мына ЭКГ-да переходная зонаны іздейтін болсақ, ол V4-те орналасқан. Значит, бұл ЭКГ норма. V2 R тісшесі қысқа, S тісшесі ұзын. V3-те де дәл сол секілді, бірақ осы V4-ке келген кезде R тісшесі мен S тісшесі теңесуі керек. Бұл переходная зона бізде V1 немесе V2-де орналасуы мүмкін. Немесе V5, V6-та орналасуы мүмкін. Ол нені білдіреді? Егер V1 және V2-де орналасатын болса, науқаста оң жақ қарыншаның гипертрофиясын білдіреді. Переходная зона V5, V6-та орналасатын болса, ол сол жақ қарыншаның гипертрофиясын білдіреді.
Егер сабақ ұнаған болса, лайк басыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментария жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Егер ұнаған болса, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.